Сәлеметсіздер ме? 4-ші сынып білім алушыларына арналған дүниетану пәнінен Қазақстанның білім берудегі жетістіктері тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. 27-ші сабақ. Бүгінгі біздің оқу мақсатымыз Қазақстанның 20-21 ғасырлардағы жетістіктерін түсіндіру. Ендеше мына тірек сөздерді бірге қайталайық. Институт, университет, гимназия, лицей, колледж. Суретке назар аударыңдар. Ересек адамдардың немен айналысып жатқанын байқадың. Мұқият қараймыз. Жарайсыңдар, бұл жерде ересек адамдар жазу жазып білім алуда. Сонау 20-шы ғасырдың басында халықты жаппай сауаттандыру мәселесі қолға алынды. Сөйтіп, ауылдар мен қалаларда білім беру пункттері ашылды. Қызыл отауларда ересек адамдар білім алды. 1930 жылы барлық балаға міндетті түрде бастауыш білім беру тәртібі енгізілді. Қазақ тіліндегі оқулықтар дайындалды. Қазақ тіліндегі алғашқы алгебра оқулығын Қаныш Сәтбаев, география оқулығын Әлихан Бөкейханов жазды. 1928 жылы мұғалімдерді даярлайтын Қазақ мемлекеттік педагогикалық институты ашылды. Бірнеше жылдан кейін институтқа Абай Құнанбаевтың есімі берілді. 1962-1963 жылдары 7 жылдық мектептен жалпыға ортақ 8 жылдық білім, одан кейін жалпыға ортақ 10 жылдық білім енгізілді. 1980-1990 жылдары жалпыға бірдей білім беру саласында 6 жастан оқыту жүйесі қолға алынды. Негізгі жалпы білім берудегі орта мектептер 11 жылдық болды. Мектептерде еңбекке тәрбиелеу ісіне үлкен көңіл бөлді. Ендеше осы тәуелсіздігімізді алған жылдан бастап қандай жетістіктерге жеткенімізді шағын бейнежазбадан тамашалайық. Ендеше балалар, сендер зерттеу жұмысын жүргізіп көріңдерші. Ата-анаңнан мектепке қандай оқулықтардан білім алғанын сұра. Оларды қазіргі оқулықтармен салыстырып көр. Өз ойыңды қорытындыла. Және де жобалау жұмысын жүргізіп көр. 21 ғасыр мектебінің жобасын жасап көріңдер. Енді осыдан 50 жылдан кейінгі мектептің ғимаратын, сынып бөлмелерінің жабдықталуын, оқулықтарды қалай елестетесіңдер? Ол мектепте білім алған оқушы қандай жетістіктерге жетуі мүмкін? Жобалап, өз жобаңмен бөлісіп көр. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.